Баршаларыңызға қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Қазір сіздерге осы шақыру билетін жасау жолын көрсетемін. Өте оңай, бір беттік әшейін статичный дейміз ғой, сондай баннер. Енді бұл жерде футаж ештеңе қажет емес, бірақ мынандай элементтерді қайдан алу керектігін каждыйын көрсететін боламын жеке-жеке. Болмаса өзімнің футажы деген каналыма салып қоямын. Ең алдымен фотоны біз артық фоннан қиып аламыз. Осы remove background деген сайтқа кіреміз, Google-ға жазсаңыз бірінші шығады өзі. Загрузить изображение деп біз галереямыздан изображениені, яғни фотоны алып келіп қоямыз. Мына жерде мен басында басқа фотомен жұмыс жасап көрдім, яғни сіздерге всегда айтамын ғой, клиенттің емес, сіздерге обучениеда енді осындай сабақ түсірген кезде мен тегін сайттардан алып көрсетемін деп. Осылай скачать деп сақтап аламыз. Артық фонын айырғаннан кейін и студия приложениесіне кіріп, біз осы плюс деген батырманы басып, сізге қандай формат керек, яғни 1080-де 1920, это stories формат статичный неге жақсы кетеді баннерға. И осы stories форматында жасай береміз. Қарасаңыздар, осылай бұлдыр болып тұрады кішкене, и сосын осылай adjust дегенге кіріп, sharpen кішкене оңға сондайға апарсаңыздар, кішкене болсын, яғни фотоның сапасы дейді ғой, кішкене болсын көтеріледі. Осындай нелермен кішкене настройкасымен ойнасаңыздар. Сосын бұны сақтап алсаңыздар болады, болмаса сразу шақыру билетін жасап жатқан кезде бірге жасасаңыздар да болады. Қарасаңыздар, екі фотоны салыстырып көрсеңіздер, сәл де болса айырмашылық болады. Сіздер заказчиктан фото жіберген кезде міндетті түрде сұраңыздар, бір ғана фото емес, 5-6 фотоға дейін жіберсе. Себебі ертең жасаған кезде біреусінің аяғы ұнамай қалуы мүмкін деген, біреусінің үстінде киімі баннерға келмей қалуы мүмкін деп. Сондықтан осылай 2-3 фотомен жұмыс жасап көресіздер. Мына элементті деме футажы деген каналыма салып қоямын. Астында градиент дейміз ғой, сондай эффект беріп тұрады. Басында осылай без фоннан қиылмаған түрмен жұмыс жасап көрдім. Жаңағы галереямыздан әкеліп осылай қоямыз фотоны, и мына жақта слои дегеннің үстін бассаңыздар, төбедегі мынаны кішкене астына жібереміз, и мына жақта фонсыз түрін алып тастаймыз. Содан кейін мына артқы фонның түсін өзгертсек болады. Осы слойға кіріп, color деген бассаңыздар, ақ түске өзгереді. Болмаса осы, яғни главный адамдардың сіздер түстерін алсаңыздар болады, киімінің түсін дегендей. И келесі өзіміздің тексттарды енгізіп бастаймыз. Ол тексттар аяқты 2 бала болғаннан кейін мен Махамбет пен Исатай деп жазып көрдім. Бұл шрифттарды сіздерге каналға жазылғандарыңыз үшін тегін беремін. Сондықтан жазылып алыңыздар каналға. Өте әдемі шрифттар, және де жаңадан шрифт тауып жатсам, тоже каналға қосып отыратын боламын. Потом бұл жақтан астында color дегенді басып, түсін тоже өзгертіп аламыз. Мен сарыға өзгерттім. Плюсик деген не? Пипетка дейміз ғой. Солменен ары-бері тартып өзгертеміз. Каждый сөзін үстін басқан кезде слой дегенге жазып, басып, осылай өзгерте берсек болады. Астында екінші тұрған текст деген элементпен сіздер келесі жаңадан тексттарды уже жаза бересіздер. Текст и келесі тексттарды жазамыз. Яғни құрметті уже шақыратын адамдардың списігіне, көрші көлең туған туыс, ағайын бауыр деген сияқты. Астында фонт дегенменен өзіңізге ұнаған қазақ тілін таңдайтын, оқитын шрифттардың ішінен әдемісін таңдап аласыз. Кішкене бұл жақта енді бір оқылуға оңайырақ болу керек. Мен осы Mon Amour One деген шрифтті таңдадым, бірақ бұл жердің бір минусы деп айтайын ба, аралары енді қатты ашық болады. Сондықтан кішкене осылай ыңғайластырып аласыздар да, и мына жақта стиль дегенге барасыздар, и spice дегенге екіншісін ары-бері жылжытсаңыздар, яғни арасы жақындайды сөздердің, және де алыстайды.
осылай тоже сақтап аласыздар. Ыңғайластырып қойып, бір-біріне текст мешать етпеу керек. Сондықтан да оқылуға ыңғайлы болу үшін барлығын ыңғайластырып қойып алыңыздар. Вот мен қойдым. Енді біз мына жерде мен фотоларды ауыстырып жатырмын. Яғни жаңа айттым ғой, ана кісілердің маған отырған отырыстары ұнамады да, мына фотоны алдым. Тоже артқы фон remove background деген сайттан алып алдым. И осылай слойдың мына жағын ең шетін басып тұрсаңыздар, ол ең астыға түседі. Яғни көк бетіне шығу керек. Потом бұл фотоның үстін слойдан таңдап аласыздар да, жеке өзін. И кішкене бізге асты қатты қиылып тұр ғой. Соны помягче етіп кішкене ластикпен өшіру керек. Ол үшін астындағы инструменттерді оңға тартасыздар да, маск дегеннің екінші элементін таңдап аласыздар да, и өшіретін жерін именно фотоны таңдайсыздар слойдан. Осылай кішкене бүйтіп екі қолымызбен өшіреміз. Вот. Птичканы басамыз. Сол кезде бізде сақталады осылай. Енді мына жерде бір бала болғаннан кейін мен мына жерден opacity бар, фильтр adjust дегеннен кішкене шарпайын қосып, бағанағы айтқанымдай, мына жерде экспосюр деген кішкене қосып, яғни адамдардың түріменен жұмыс жасаймыз. Кішкене четкость береміз осылай. Сақтап аламыз тоже. Бір бала болғаннан кейін, жерде слойдың үстін басып, мен Махамбет және Исат дегенді өшіріп тастадым, только Исатайды ғана қалдырдым. Енді осы Исатайдың өзін кішкене үлкейтіп, әдемілеп орналастырып аламыз. Келесі сүндет той деген тексті жазамыз. Дәл осыны алып, үстін дубликат десеңіздер, Исатай екеу болады. Үстін тағы да бір рет басып, сіздер уже сүндет той деп өзгерте бересіздер. Немесе келесі басқа бір жазатын тексті. Тоже осы шрифт бір шрифт өзгертпейміз, яғни екі шрифттан артық шрифтті біз неде пайдаланбаймыз, дизайнда пайдаланбаймыз. Мынаны кішкене жоғары тартамыз, и дәл осыны қайтадан слойдың үстін басып, бір деген тұр ғой, соның қасындағы слой деп аталады. Соның үстін басып, мынаны дубликат жасап аламыз, и выделить етіп, бәрін келесі тексттарды біз енгіземіз. Ол тексттарды жазып алып, сақтап аламыз. И барлық тексттарды кезекпе-кезек енгізіп шығамыз. Осылай сақтап, и дубликат жасасаңыздар болады. Ол слойдың үстін басып, дубликат жасайсыздар. Кішкене астыға түсіріп, изменить етіп, келесі тексттарды біз енгізе береміз. Бір шрифтті таңдап жаздыңыздар ғой, келесіде сол шрифтті өзі автоматически таңдалып тұрады. Яғни monomore one дегенді өзгертпейміз, сол шрифтпен жаза береміз. Шрифттарында цветін таңдаған кезде, яғни түсін таңдаған кезде екі түстен артық алмаймыз. Мына жерде менде көк, сары, ақ, осы үш түс, негізі үш түс нормально болады. Екі түс емес, жарайды енді үш түс. Бірақ тексттарымыз оқылуға ыңғайлы болу керек, яғни артқы фонменен сливация етіп кетпеу керек. Яғни кішкене оңай оқылу керек. Той иелері деп жазып аламыз. Размерлерін тоже қараймыз. Мына жақта size деген астында инструмент бар. Сол бойынша, яғни тексттардың мына жақта размерлері барлығы бірдей болу керек. Хотя бы бір жазған текстіңіздің размері екінші жазғанмен екеусі бірдей болу керек. Мына жерде қараңыз, мысалға Астана қаласы Ақбосаға мейрамханасы деп жазылды ғой. Ол да оқылуы керек. Және той иелері, осы кісілердің аттары жазылды ғой. Соның size-на барамыз. Сол жердегі размері құрметті бауырлар дегенменен ұқсас болып тұру керек. Мен қазір көрсетсем, 42%
и на той иелерін тоже сол 42-ге түсіреміз. Болды, осылай сақтап аламыз. Енді дәл осылай біз баннерді қалдырсақ та болады. Болмаса біз кішкене әдемілік беру үшін бұл жерде артқы фонын өзгертіп, және бір блесктар ма, шариктар ма, сондай бір нәрселер қоссақ та болады, артық етпейді. Мына жерде енді обычный не болып тұр ғой, кішкене болсын бір эффект береміз. Ол үшін мына жақта адамдардың түрін кішкене кішірейттім мен, и мына жақтан бір фон таңдап аламыз. Бұл фонды да мен каналға салып қоятын боламын. Шариктарды, осы шариктің үстін басып таңдап аламыз да, и астыға тартып, мына отбасының артына қоямыз, артқы фонына. Осылай үлкейтіп ыңғайластырып аламыз. Потом аттарын тоже кішкене ыңғайластырып алайық. Осылай қоямыз, сақтаймыз. Енді бізге бір тоже шариктің үстінде блесктар бар ғой, сол сияқты бір жылтырап тұрған блесктар керек. Ол үшін Google-ға барамыз, тоже блеск PNG деп жазсаңыздар, көп деген каналдан шығады. И осы картинкенің үстін басасыздар Google-дан, потом өзіңізге ұнаған блесктің үстін басып, сіздер көшіріп аласыздар. Мысалы, міне мына жерде PNG3 деген сайттікі ұнады. Осының үстін басасыздар, перейти дейсіздер. Бұл енді қайдан көшіретіндеріңіз, егер іздеп жатпаймын десеңіздер, бұл блесткті да мен если футажи деген каналға қосатын боламын. Перейти деп басып, бесплатная загрузка дейсіздер, потом продолжить как деп сіздердің Google аккаунттарыңыз шығарып тұрады. Сол Google аккаунтпен регистрация жасап кіре бересіздер. Мынандай рекламалар шықса, я знаю деп басамыз, и бесплатная загрузка PNG деген үстін бассақ, бізге бұл блесткті сақтап береді. Міне сақталды. Енді осыны барып, біз имидждің үстін басып, жаңа галереямыздан алып келіп қоямыз осылай. Қарасаңыздар, өте қатты блеск, барлығын тексттің артына тастасаңыздар да болады. Газна слойменен кішкене астыға тартамыз, мінекей, отбасының да астына, тексттардың да астына, градиенттің де астына кету керек, ол градиенттің үстіне кету керек дегенде. Енді қатты бізге былай қарасаңыздар мешать етіп тұр. Сондықтан осылай астыға тартып ыңғайластырамыз, и біз бұны қиып тастаймыз. Қазір үстіңгісін қиып тастаймыз. Кроп дегенге барып, кастом дегенмен алып, осылай кішкене үстін тартсаңыздар, керекті жерлерін өзіңіз қиып аласыздар. Птичканы басып сақтаймыз, яғни қиылды, қарасаңыздар үсті, кішкене азайды блеск. Енді осыны соны үстін таңдап, слойдан маск дегенмен жаңағындай біз семьяның астын өшірдік қой, аяқтарын дегендей. Сол сияқты мұны ластикпенен осылай өшіріп, кішкене төбедегі тұрған керек емес блесктарды біз осылай қолмен өзіміз өшіріп тастаймыз. И сосын сақтап аламыз. Қарасаңыздар, міне өте әдемі болды, и бұны алып галереямызға сақтап аламыз. Дәл осылай сіздер заказ беруші кісілеріңізге жібере берсеңіздер болады, дайын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет, пайдалы болды деген ойдамын. Лайк, комментарий басып кетіңіздер. Енді жауыр болса да айта кетейін.